сіздермен бірге бәрі бардың арнайы видео жобасы жөнінде оның жүргізушісі мен Айжан Карабай. Менің 2,5 жастағы ұлым Дәрмен YouTube'ты өте қатты жақсы көреді. Ол тіпті сағаттап ағылшынша, немісше, қытайша, үнді тілінде тіпті сондай видеоларды көріп отыра бере алады. Бірақ мені неге біздің YouTube'да балаларға арналған қазақша контент аз деген сұрақ мазалады. Сөйтіп қазақша арналарды іздестіре бастадым. Соның біреуін тапқан сияқтымын. Достар, сонымен біз Білім Медиа Групп компаниясына келдік. Білім Land Kids арнасын жасаушылар осы жерде. Достар, бұл жерде барлығы жұмыс үстінде, біз көп мазаламайық адамдарды, бірақ мына жерге қарасаңыздар, бұл жерде өте бір қызық процесс жүріп жатыр, мультипликациялық видео. Бұл жерде қарап тұрғанымыздай монтаж да жасалады, видеолар да жасалады, дыбысталу да осы жерде жасалады екен. Ал жалпы осы арна жайлы бізге толыққанды Назымбек деген жігіт жауап береді. Назымбек, сізбен танысқаныма қуаныштымын. Мен сіздерге не үшін келдім? Айта кетейін. Сіздерді табу кішкене қиынға соқты, өйткені YouTube'да қазақша видеолар оншалық қатты көп емес екен. Мен өзім балам болсын, басқа да туысқандарым балаларын қарасам, олар көбінесе әлемдік видеолар ағылшынша, орысша, қытайша, басқа да көп тілдерде көреді, бірақ қазақша видеолар неге екенін көрмейді. Неліктен олай деп ойлайсыз? Балаларға ата-аналар көрсетпей ме? Неліктен біздің қазақ контенті YouTube'дағы соншалықты қатты бір танымал емес? Сізбен танысқаныма мен де қуаныштымын. Сіздің сұрағыңызға келетін болсақ, шетелдік балаларға арналған видеолар көбіне табыс көзіне айналған. Көптеген арналар өзінің коммерциялық жағын көп ойластырған. Өйткені бір видеоны жүктеген кезде онымен қоса жарнамаға да көп қаражат бөлінеді. Ол қаражат YouTube'та өздерінің видеоларының ең жоғарыда келесі видеоға басу арқылы тез өтетіндей сондай жарнамаға жұмсайды. Ал қазақстандық видеоға келетін болсақ, қазақ тілін дұрыс жеткізетін және балаға қауіпсіз болып келетін мағыналы видеолар саны аз. Сіздер сонда жарнама қолданбайсыздар? Біз жоқ, жарнама қолданбаймыз. Балаларға шынымен де не қызықты, қандай кейіпкерлер қызықты, қандай оқиғалар қызықты, соны біліп алу керек. Біздің видеороликтар негізінен әртүрлі бағытта дамиды. Кейбір видеолар бізде санауды үйретсе, кейбір видеолар отбасы мүшелерінің атауларын үйретеді. Ал кейбіреулері түстер, тағы да бізде жануарлардың қандай дыбыс шығаратын екені жайлы. Сондай видеолар. Біз көрдік кеше ол видеоны, өте күшті. Қарт Макдональдс, ә? Қарт Макдональд, иә. Өте меніңше ең бір сәтті жасалған видеолардың бірі сияқты сіздердің арналарыңызда. Рахмет. Қарт Макдональд өзімізге де қатты ұнайтын видеомыз. Ол видеоға көп уақыт, көп күшімізді жұмсадық. Бірақ қазіргі уақытта сын келіп жатыр бізге. Неге ол біздің қазақша ат қойылмады? Неге Қарт Макдональд, неге шетелдік өлеңнің баламасы деп? Сосын Baby Shark'ты да қазақша аударыпсыздар, иә? Бірақ маған бір кішкене ұнамаған тұсы, ол неге музыкасы баяу? Менен жаңағы балалардың видео эксперті сияқты айтып отырмын, өйткені біздің видео өте көп тыңдалатын әндердің бірі Baby Shark. Бірақ қазақшасы кішкене баяулау болып көрінді маған. Және де неге оны оригинал музыкасын рұқсат етілмей ме қолдануға, неге сіздер алмадыңыздар? Негізгі түпнұсқасы ол мелодия. Әр мелодияға аранжировка жасалады. Мысалға темпті тездетіп немесе баяулатып жасалады. Бірақ әр аранжировкаға өзінің авторы болады. Командаларыңызда бір бала психологы бар ма? Немесе өздеріңіз алдын ала бір балалардың психологиясын зерттеу, сондай бір жұмыстар жүргіздіңіздер ме? Қай жағы дұрыс болады, қандай түстерді қолданған дұрыс, мысалға, немесе қандай дыбыстарды қолданған дұрыс деген сияқты? Біздің командада психолог жоқ. Біздің әр қызметкердің өздерінің балалары бар. Әр қызметкер бізде психолог. Өз баласына
көрсетуге қорықпайтындай, ұялмайтындай зат жасауға ұмтыламыз біз. Тағы да қандай бір кейіпкерлер болады? Жақында біз құмырсқалар санамағы деген қызықты өлеңді қосамыз. Ол жерде балаға 10-ға дейін санауды үйретеді. Назымбек, сонымен сіздердің жалпы видео жасау процесі қалай жүреді? Қалай идея тастайсыздар, оның иллюстрациясын кім жасайды? Жалпы видеоны қалай осы дүниеге алып келеді адамдар? Ең алдымен біз YouTube арнасындағы ең қаралымға көп ие болған видеолардың тізімін жасадық. Ең алдымен оны біздің қазақ тілінің маманы текст редакторына береміз. Ол өлеңнің негізгі оқиғасын бізге тақпақ түрінде жазып береді. Кейін ол тақпақты біз өзіміздің аранжировщик Кабиев Ильяс деген талантты музыкантқа береміз. Ол кісі бізге өлеңді 2-3 күн ішінде түгелімен аранжировкасын жасап береді. Кейін тақпағы мен аранжировкасын алып өзіміздің студияға барып, Жусупова Жанель деген вокалист қыздың дауысымен жаздыртамыз. Ильяс та, Жанель де екеуі де бір топта, Фаренгейт тобында ән айтады. Кейін оның барлығы біздің аниматор Темірбек деген талантты аниматорымыз бар. Сол кісіге беріледі. Бір роликке 1 аптадай уақыт кетеді. Назымбек, рахмет сізге. Сіздердің арналарыңызға миллион жазылушы тілейміз. Видеоларыңыз шынымен де өте қатты танымал болып кетсін. Бізге шынымен де маған өте ұнады видеоларыңыз. Және де жұмыстарыңыз алға баса берсін. Рахмет. Сонымен бұл күннен не түсіндік? YouTube-та балаларға арналған сапалы қазақша контент бар екен. Бірақ сонда да YouTube-тағы балалардың өткізетін уақытын шектеген дұрыс. Біріншіден, YouTube-ты балаларға көрсету үшін оның арнайы қосымшасы YouTube Kids-ті қолданған дұрыс. Оның ішінде балаларға тек қана қазақша контент шығу үшін сіздер арнайы родительский контроль деген батырманы басасыздар. Сол кезде балаларыңыз тек қазақша видео көретін болады.